Баршаңызға қайырлы күн. Мен сіздерге бүгін тасбақа тортын дайындап көрсетемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін біз ыдысқа ең алдымен 6 жұмыртқаны бөліп саламыз. Барлығын салған соң оның үстіне қант қосып, миксердің көмегімен жақсылап шайқаймыз. Міне мен араластырып болдым миксермен. Енді біз оның үстіне құрғақ ингредиенттер саламыз. Яғни ванилин, қопсытқыш, какао және ұн. Барлығын електен өткізіп саламыз. Негізі құрғақ ингредиенттердің барлығын електен өткізіп алған дұрыс, себебі біздің корждарымыз көтеріліп әдемі пісіп шығады. Мен міне осындай венчикпен араластырдым. Егер де сізде венчик болмаса, силиконды күрекшенің көмегімен араластыруға болады, бірақ миксердің көмегімен араластыруға болмайды, себебі біздің осы жұмыртқалы массамыз өте төмен түсіп және басылып қалады. Сондықтан мен венчиктің көмегімен араластырамын. Біздің тестамыз дайын. Енді мен алдын ала осындай противен дайындап алдым, яғни пергамент қағазын салдым. Егер де пергамент қағазы болмаса, күнбағыс майының көмегімен жақсылап майлап алсаңыздар да болады. Міне қазақтың көмегімен біз осылай дөңгелек тәріздес етіп саламыз. Міне барлық корждарды осылай пісіріп аламыз. 180 градуста 10 минутта пісіреміз. Мен алдын ала крем дайындап алдым. Менің каналымда кремнің рецептісі бар. Описанияға рецепттің ссылкасын қалдырам. Ал енді тортты жинаймыз. Осындай дөңгелек тарелкаға алдымен крем жағып аламыз. Сосын осы дөңгелек корждарды саламыз, орналастырамыз. Және оның бетіне тағы да крем жағып, осылай кезек-кезек бірінің үстіне бірін қойып, креммен жағып отырамыз. Міне осылай барлығын орналастырып шығамыз. Мен осылай 4 коржды алып қойдым, дөңгелек коржды. Енді біз оған тасбақаның аяғы, қолы және басын істейміз. Осындай пышақтың көмегімен осылай көтереміз астынан, одан кейін бар коржды саламыз. Енді тасбақаның 2 қолын істеу үшін мен бір коржды 2-ге бөлдім. 2 қолын осылай шығардым.
Міне бізде осындай тасбақа торты шыға келді. Өте керемет болып шықты. Енді біз тасбақаның үстіне мен осы торттың үстіне осындай печенье пайдаланатын боламын. Бұл печенье крекер деп аталады. Егер сізге қандай печенье ұнаса, соны пайдалануға болады. Немесе шоколадты печеньеді пайдалансаңыздар болады. Мысалы, Орео печеньесі өте жақсы үйлеседі. Дегенмен мен осындай крекерді пайдаландым бүгін. Енді бізге тасбақаның көзін жасау керек. Ол үшін мен шоколадты осылай пышақтың көмегімен кестім. Бір бұрышын кішкентай етіп кестім. Одан соң барып осылай екі көзін жасадым. Енді бізге тасбақа тортының аузын жасау қалды. Яғни аузын жасау үшін мен жаңағы қалған кремнен кішкентай қасықтың көмегімен жағып шықтым. Мен көзіне осындай қара шоколадты пайдаландым. Және де оның үстін сәндеу үшін осындай крекер печеньесін пайдаландым. Негізі барлығы өз қалауыңызша. Тіпті крем жақсаңыздар болады, немесе басқа да печенье пайдалансаңыздар болады. Мен сізге қазір ортасын бөліп көрсетемін. Өте жұмсақ кесіліп жатыр. Менде шамамен холодильникта 30 минуттай тұрды. Себебі біздің крем мен корждарымыз бір-біріне кереметте сіңуі керек. Мен осылай қазір бөліп көрсетемін. Көрдіңіздер ме? Өте жұмсақ, әдемі болып шықты. Негізі бұл балалардың өте сүйікті торттарының бірі болып табылады. Сондықтан жасап көруге кеңес беремін. Өте әдемі әрі нәзік болып шығады. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліңіздер және видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.